мен өзім түйім атенім Ташкөмірден болот. Әулетімге тұрмышқа шыққам. Ошу? Атым Сұлуқан. Еме кооператив жөнінде мұрын деле ұққан бірақ Қырғызбызда ишенбей жүрдік. Анан бұл жерден еме бізге себеп болған Тайкем қысы бар. Тайкем қысы келіп, қоқой үйіңді саттағы, мұн көрчу деді. Анан ишенбей жүріп, 6 айда келет, анан 4 айда келет, бай-бай біз деле сомнение қармадық. Бірақ нормальный бізге 4 айда келді, өзіміз деле білбей қалдық. Бірақ ішенсе болот екен, Құдайға мың мәрте шүгір, башқа ипотека қылсаң, несін көбірек төлейтелең процентін, мұнда процент жоқ. Нормальный бір бары жақшы. Алғанымызға сүйіндік, ай-бай, жақшы, чоң алдық. Біз 2 миллион 800-ге жазылғанбыз. Анан эми бұл ай сайын негізі төлей тұрғаны 19.500-тен төлейбіз. Ай сайын ұшындай төлейбіз. 10 жылға бөлген. Ошол эми мында деле бир чети жакшы экен, 10 жылда деген 10 жылга чейин деле эгер биякта возможность болсо, ага чейин деле төлөп койсо болот экен. Мындай кемитип асайтып койсо болот экен. Ошол жактарда жакты. Башка процент кошулбай. Үйдүн баасы эми мындай айтканда Вайнантоновкадан алдык. Үйдүн баасы сәл эми үйлөрдүн баары эле кымбат экен. 40 миңге түштү. Эми аны 5 миң өзүбүз доплата кылдык, анан өзүбүздүн акчага келди да. Оформление биз негизи биздики российский гражданство, биз семейный. Агышкам азыр Москвада, агышкамдагы мен дагы ошон үчүн эң кенже кызыбызга жаштырып бердик. Кадимки деле кол коюп, бул өздөрүн оформить эткен жок, кызыбызга эле как положено оформить этип алып койду. Ошол эми биз баягы подчастям төлөп бүткөндөн кийин как положено өзүбүз кадимки деле өзүбүзгө берилет документ.